Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге керемет салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Қыс мезгілінде өте дәмді әрі кез келген тағаммен жей берсеңіз болады. Маңызды сәттерді жібермей алмас үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен қиярымызды 2-3 сағатқа салқын суға салып қоямыз. Одан соң барлық қажет заттарымызды жуып тазалап аламыз. Егер де жаңа көрермен болсаңыздар, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген осындай рецепттермен бөлісетін боламын. Енді салатымызды бастаймыз. Алдымен сәбізді осындай теркамен өткеріп аламыз. Қиярды да осылай турап алыңыздар. Мен қажетті заттардың барлық грамдарын описание бөліміне жазып қалдырамын. Атауы тұрған жерді бассаңыздар, описание бөлімі шығады. Енді бұрышымызды турап аламыз. Осылай 4 бұрыштап турасаңыздар болады. Одан соң пиязымызды осылай ұзыншалап турап аламыз. Мен сарымсақты осылай майдалап турап алдым. Қызанақты ет тартқыштан өткізетін болғандықтан осындай қылып бөліктерге бөліп шығамыз. Ет тартқыштан бірінші ащы бұрышымызды өткеріп аламыз. Одан соң қызанағымызды өткереміз. Енді қазанымыздың ішіне сұйық май құйып, майымыз қызғаннан соң пиязымызды салып, кішкене 5 минуттай қуырып аламыз. Бес минут көлемінде қуырылғаннан соң үстіне бұрыштарымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Одан соң сәбізімізді саламыз. Сәбізді салып болған соң жақсылап араластырып 5-7 минут көлемінде қуырып аламыз. Соң қиярымыз бен өткерілген помидорымызды салып, осылай жақсылап араластырамыз. Енді салатымызды жақсылап араластырып болып қайнатамыз. Бұл жерде толық қайнады. Енді үстіне тұздарын саламыз. Мен 2 ас қасық тұз, 2 ас қасық қант салдым. Енді жарты сағат көлемінде баяу отта салатымызды қайнатамыз. Мінекей жарты сағат қайнағаннан соң лавр жапырағын саламыз. Мінекей салатымыздың түсі өзгере бастады. Енді 10 шақты дана қара бұрыш салсаңыздар болады. Мен бұл салатқа укроп пен петрушка саламын. Осыны ұсақтап турап аламыз. Туралған сарымсағымыз бен петрушка укроптарымызды салып, жақсылап араластырып болғаннан соң 10-15 минут көлемінде қайнатуымыз қажет. Дәл осы кезде уксусымызды құюымыз керек. Мен осындай 6% уксустан 2 ас қасық толтырып құйдым. Банкаларымызды осылай парлап алуымыз қажет. Мен қақпақтарында осылай 5 минут көлемінде қайнаттым. Газда қайнап тұрған жерінде банкамызға осылай ыстықтай құйып аламыз.
Одан соң арнайы банка жапқышпен осылай банкамыздың аузын жақсылап бекітіп аламыз. Осылай банкамызды төңкеріп, бетін жауып, бір күнге қойыңыздар. Егер рецепт ұнаса, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға ұнайды деген сенімдемін. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.